Әке шынымен салайын деп жатсыз ба? Мен алып Я не қарамайын. саған, какая разница, бала ма ол, зат па? Мінім жол нарғы бетінде садик тұр, апайларына айтып қойдым. Апарып таста. Я, алыңыздан болмайды. Жоқ, Ай, ол жыламайды ол қазір, қояды өзі. Аузында чупа-чупсы бар. Мен сіз зат салайын ба десем, бала салғаныңыз не ол? Эй, апара берші, Алыңыз, жоғай алыңыз. Ай, бұл қояды қазір, мен мана маникюрға жазылып қойған, бұл садикке апармасам, үйде соямаймын осынан кешке шейін. Осыдан әкетпейсің ба осы баланы? Жоқ, әкетпеймін. Ай, неме әкетпейсің? Осы жазып, жұмысқа ше, жалқаусыңдар. Әке, білген сеңші саған доставканың ақшасын төлеп атырым ба? Төлеп атырым. Ақша керек жоқ па саған? Жоқ, бұндай ақша керек емес. Жалқаусыңдар ғой жатқан. Жазу керек сендер, нарттарыңнан бар ғой. Какая тебе разница? Апара салмайсың ба? Жоқ, алып кетемін. Осындайда адамдар бар екен ғой, доставка баланы салып жібере ма? Құрметті таксистер, егер де сіздерге осындай бала салып жіберетін болса, ешқашан алмаңыздар. Не үшін? Өткен балаға бірдеңе болып қалған жағдайда оған сіздер жауап бересіздер, ата-аналар емес. Сол себепті алмаңыздар. Егер де рейтингтарыңыз төменге түсіріп жіберетін болса, менеджерға хабарласып, мән-жағдай түсіндіретін болсаңыздар, сіздердің рейтингтеріңізді қайта қалпына келтіріп береді. Мұндай техподдержка тек Арбат таксопаркінде. Арбат таксопаркінде сонымен қоса 1,5% комиссия қолданылады. Сонымен қоса бәйгеде 1 миллион теңге ойнатылып жатыр. Одан бөлек 20 купон жинаған әрбір таксистке гарантия 20 литр бензин беріледі. Және де QR оплатасы бар, ақша шешуден ешқандай проблемасы жоқ. Сол себепті тіркеліп, бәйгеге қатысып ұтысты болыңыздар.